2025 жыл жұмысшы мамандықтар жылы аясында Абай облысында еңбек адамына деген құрмет ерекше деңгейде көрініс тапты. Жыл бойы техникалық және кәсіптік білім беруді дамытуға бағытталған жүздеген іс-шара ұйымдастырылды. Бүгінгі осы бастамалардың қорытындысы еңбек адамы ел мақтанышы атты салтанатты жиында шығарылуда. Қазіргі таңдағы Қазақстандағы жұмысшы мамандықтар жылына жастардың көзқарасына келетін болсақ, қазіргі таңда жұмысшы мамандықтар жылы жарияланғалы бері Қазақстанда жастардың көптеген мамандықтарға құштарлығы оянып, яғни жаңа мүмкіндіктерге өздерінің күш-жігерлерін салып атсалысуда. Материалдық-техникалық база жаңартылғалы бері көптеген мамандықтарға сұраныс көбеюде. Яғни жұмысшы мамандықтар жылы жарияланғалы бері көптеген мамандықтарда жаңа өзгертулер енгізілгелі, жастардың біршама профессияға өздерінің көзқарастары өзгерген болатын. Яғни бұл жастардың кез келген мамандықта жас мамандардың көбеюіне атсалысады. Кәсіптік білім беру тек теориямен шектелмей, өндірістік тәжірибемен ұштасып келеді. Колледждерде заманауи оқу өндірістік кабинеттер ашылып, студенттер нақты құрал-жабдықтармен жұмыс істеуді меңгеруде. Бұл олардың еңбек нарығына дайын маман ретінде шығуына мүмкіндік береді. Біздің жұмыс саламыз ол көбінесе жер теңгерімін өлшеуге байланысты болып табылады. Біз және де карта салғанда қолданамыз бұл жұмыста. Және де құрылыс кезінде геодезистер өте маңызды болып саналады. Мына бізде тұрған бірінші аппарат ол лот аппарат деп аталады. Ол бізге нүктенің дәл қою үшін, былайша айтқанда деңгейін келтіру үшін арналған. Жанында тұрған бұл бізде отражатель. Біз бұған тахиометр приборымен көздеу арқылы лазермен жер нүктенің биіктігін анықтай аламыз. Биіктігін, ара қашықтығын. Мынау бізде марка. Бұл маркаға біз триангуляция деген жұмыс орындалады. Сондай кезде тоже көздеу арқылы жұмыс істейді. Және де алдарыңызда жатқан бұл бізде GPS GS07 көбінесе далалық жұмыстарда орындалады. Және де өзінің былайша айтқанда мини компьютері бар. Қазіргі жаңадан қосылып жатқан мүмкіндіктерге айтатын болсақ, онда біз аэрофото түсірістерге жаңадан дрондар келіп жатыр. Және де роботизированный тахиометр аспаптары бізге жұмыс ретіне қосылып жатыр. Абай облысында жұмысшы мамандықтар жылы бойынша өңірлік іс-шаралар жоспары іске асырылды. Жоспарға сәйкес 300-ге жуық іс-шара өткізілді. Бұқаралық ақпарат құралдарында 792 материал жарияланды. Әлеуметтік желілерде 9081 жарияланып жарық көрді. Биыл 333 жұмыс орны ашылып, 11 жоба іске асырылды. 32 миллиард инвестиция тартылды. 177 бос жұмыс орындары жәрмеңкесі өткізілді. Жәрмеңкелерге 6952 жұмыс іздеуші қатысып, 1922 адам жұмысқа орналастырылды. Жыл аясында кәсіптік және техникалық білім беруді дамыту, жастарды еңбекке баулау бағытында бірқатар маңызды іс-шаралар атқарылды. 21689 оқушыны қамтыған кәсіптік бағдар беру бойынша 89 іс-шара өткізілді. Мектептерде 43 мамандырылған сыныптар ашылды. Өндіріс орындары мен білім беру ұйымдары арасындағы өзара байланыс нығайып, жұмысшы кадрларды даярлау сапасы артылды. Биылғы жұмысшы жылы аясында өткізілген жұмыс негізінде жұмысшы мамандықтарға бөлінген түскен студенттарымыздың саны да көбейді. Мемлекеттік госзаказ дейміз, сол мемлекеттік тапсырыс саны да көбейді. Егер де былтыр бізде 5900 орын мемлекеттік тапсырыс бойынша студенттерге берілген болса, биылғы оқу жылында 6250 орынмен студенттер білім алуда. Салтанатты жиын барысында адал еңбегімен көзге түскен жұмысшы мамандар, оқытушылар мен әлеуметтік серіктестер алғыс хаттармен марапатталды. Олардың айтуынша, көрсетілген құрмет еңбек адамына деген сенім мен жауапкершілікті одан әрі арттыру түседі. Бұл ел дамуына үлес қосып жүрген жандар еңбегінің нақты бағалануы. Біз әлеуметтік серіктес ретінде колледждермен соңғы 3 жыл бойы белсенді жұмыс жүргізіп келеміз. Атап айтқанда политехникалық колледжбен және қазіргі таңда көлік колледжі болып қайта құрылған автомеханикалық колледжбен тығыз байланыстамыз. Колледждердің өміріне белсене араласып, олардың дамуына өз үлесімізді қосып келеміз. Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, кадрлар даярлау ісіне қосқан еңбектер үшін колледж ұжымдарына алғысымды білдіргім келеді. Бүгінде жұмысшы мамандықтар жылы аясында жұмысшы кәсіптің ел экономикасы мен өндірістің дамуы үшін, сондай-ақ мемлекетіміздің өркендеуі үшін маңызы зор екенін бәріміз жақсы түсінеміз. Осы ретте колледж оқытушыларына білікті, бәсекеге қабілетті, еңбек нарығында жоғары сұранысқа ие мамандарды даярлап отырғандар үшін ерекше ризашылығымды білдіремін.
Салтанатты жиынның соңында еңбек адамын қолдау, жұмысшы мамандықтарының беделін арттыру және кәсіби білім беру жүйесін дамыту бағытындағы жұмыстар алдағы уақытта жүйелі түрде жалғасатыны айтылды. Ұйымдастырушылар барша қатысушыларға зор денсаулық, шығармашылық табыс, ал студенттерге оқу мен болашақ еңбек жолында сәттілік тіледі. Айым Русланқызы, Ажар Баужанқызы, Алишер Абилов, ТВ-6 телеарнасы.